Құрметті достар, бүгін ерекше күн. Екі ғашық қасиетті некелерін қиып, жаңа өмірге қадам басайын деп отыр. Сезім бар жерде махаббат бар, ал махаббат адамға берілген үлкен сый. Өмір тойы, Басын ба? көңіл тойы үйлену. Өшірсе телефоныңды. Маңызды бірдеңе шығар. Некеден де маңызды нәрсе бар ма? Алло? Алло, саламатсыз ба? Банкте қоңырау шалып тұрмыз. Шотыңыздан ақша аударып жатқансыз бе? Жоқ, мен емес. Түсінікті. Бұл транзакцияны жою үшін телефоныңызға код келеді. Соны айтыңызшы. Иә, қазір. Қымбатты қалыңдықпен күйеу жүрек. Келді. Бүгін сіздер 60-24. Иә. Сүйген жүректің Кім? Банктен подозрительная транзакция деп код сұраған. Кодты айттың ба? махаббаттың Иә. үлкен жолға тоғысып Счетты тексерші. сондықтан да Енді? Той отмена ма? Мхм. Турцияға да бармаймыз ба? Мхм. Сонда ата-анаңмен де бірге тұрамыз ба? Біріңіз әке, біріңіз ана болатын болашаққа Онда қадам. жоқ дей берейін бе? Неке қияр алдында жастарға сұрақ қоюға рұқсат етіңіздер. Құрметті қалыңдық, сіздің жауабыңыз қандай? Менің жауабым жоқ. Суға звондап жатыр. Бала звондады ма? Иә. Қазір. Сонша суды ысырап қылғаныңде қанша төлейтінімізді білесің бе өзі? Біле. Құлыным сол, қалың қалай? Сараньо, мам, сәлем бердік, қалайсыздар, амансыздар ма? Ой, өзіміз жақсы. Сымбат, қалайсың? Жақсы, пап, қалайсыздар? Жұмыстарың бар, дұрыс бол жақта? Байғалама сөйлеуші, естіп тұрмын. Балам, асып кеткенсің бе? Тамақ ішіп жүрсің бе өзі? Бәрі дұрыс па? Иә, мама, тамақты уақытында ішіп жүрмін, бәрі жақсы, қарным тоқ. Қарным тоқ демекші, папа, че там? Че тамыныз? Пап, өткенде беріп жіберем деген қазың не болды? Не, Сұңғат, мен сөзім. Не ма, дұрыс па бәрі? Жақсы естілмей тұр ғой. Сұңғат, антенна шар оқып қалды ғой. Қайда кеттің, бізде сөйлесейік те? Қойшы, папа, бәрі жақсы естіліп тұр ғой. Өткенде қаз салып жіберші деп ақша жібердім ғой саған. Иә, жібердім ғой. Салсаң енді қазы қайда, папа? Салғам, не, әлі бармады ма? Келген жоқ әлі. Поштадан кешігіп жатыр ма екен? Түсімде көріп жүрмін уже, папа, салсаң, давай, тез-тез салып жіберші енді. Осы елдің балалары китайский лапша жеп те жүр ғой. Кішкене шүкіршілік жасасаңдаршы. Пап, енді өзіңіз ғой, мен тым жақсы корейский лапша жеп жүрген кезде ақша салып жіберсең, ана ауылдың қазысын салып жіберем деген. Бәсе, ана аккумуляторды қай ақшасын алып деп жүредім. Ұятың жоқ екен сенің, Талғат. Ана бала Кореяда жұмыс жасап өлейін деп жүр. Сенің тірлігің мынау, а? Қоя тұршы, қақсамай. О, басқа ақша болатын. Қоя тұршы. Ана, мама, шу ал деп жіберген ақшаны айтып жатсың ба? Сен арам адам екенсің ғой, е? Сұмырай. Сен аптасынан бір звондағанда неге дұрыстап қалып сұрамайсың, а? Қазыға бала ұрыс шығарып, нағашыларға тартқансың ғой. Мен ауырып мүмкін өлейін деп жатқан шығармын. Сен сияқтылар өлмейді. Сен комплимент па жоқ? Қарғап тұрсың ба мен? Қойыңыздар, ша болды. Қымбат, че там, айтамыз да? Нені? Үйленейін деп жатсың ба? Үйленген десе, а? Неге ақылдаспайсыңдар сендер? Тұра тұршы. Қалай? Балам, анау алайын деп жатқан қызың қазақ па әйтеуір кәріс болып жүрмесін. Тыңдаңыздаршы, айтайық та бізде. Сұңғат екеуміз бір жылдан бері ақша жинағанбыз. Ақша? Не үшін? Но квартираға первоначалка. Енді біздің өзіміздің үйіміз болады. Ақырындап іздей берсеңіз. Ой, жандарым сол. Міне,
бала деген осындай болу керек. Талғат, сен дұрыс айтасың. Біздің балалар нағашыларын ұнатады. Ей, жаным. Қайдағы нағашы? Дәл үш жер бар ғой өзімізге тартқан. Әкем мен сондай жомарт адам болған. Жаным. Талғат! Катя! Ей, кім бар? Ой, амансыз ба? Қалайсыз? Қалғалы, Катя. Жақсы. Саламатсыз. Мен жұмысқа кетіп қалдым. Жақсы қызым. Жолың болсын. Катя, адам шаршаттыңдар ғой. Мен сендерге балам ба арттарынан жүгіретін? Квартираның ақшаны төлесеңдерші. Құдай, ой, неменесіне жүгіресіз? Осындамыз ғой, ешқайда қашып кеткен жоқпыз. Сабыр сақтаңыз енді. Соңғы айда кішкене ақшадан қиналып қалдық, ренжімеңіз. Қиналып қалдықты мен кінәлім ба? Менің проблемам ба? Жоқ, айтсашы, менің проблемам ба деймін? Алло. Менің әйеліме менен басқа адам дауыс көтеруге болмайды. Не болды? Квартираның ақшасы қайда? Қанша еді? Ай сайын төлеп тұрған 200 мың дұрыс қой. Со болмайтын 200 мың теңге бола шу шығарасың ба? Болмайтын 200 мың теңгеге шу шығарасың ба деп. Басында кіргенде не деп едіңдер? Катя, 200 мың теңге қымбат, қалай төлейміз, ойбай деп шошып едіңдер ғой. Алғашқы кезде айтсақ, ол кезде жағдай солай болған шығар. Қазір ақша жетеді, шүкір. Ма 200 мың теңгені санақ қойған. Ақша жетеді деп, онда келесі айға да төлесе алмайсыздар ма? Келесі айда біз тұрмаймыз. Қолым енді босады. Жаңадан үй сатып алайын деп жатырмын. Құтты болсын. Рахмет. Сосын сен бізді квартиранттар деп төбеден айқайлап сөйлегенді қой, бауырым. На равных қара. На равных деген түсінетін шығарсың. Түсінеміз ғой? Хотя айтпақшы, мен кешігіп бара жатырмын. Не, тезет креветке қуырып жүрсіз, бір қазан. Креветка деп күшті айтып берген. Адам аяғы сөйлей алмай қалды ғой. Риза болдым саған ше. Қорқып кетті, байқадың ба? Иә. Ондайларға жұмсақ сөйлеуге болмайды, басына шығып алады. Иә. Арасында сілкіп тұру керек. Аяудың қажеті жоқ ондайлар. Дұрыс айтасың. Есіңде болсын, Катя. Мен всегда дұрыс айтамын. Қазір банкке барам, ақшаны салып келем. Банкке барып жүресің бе? Қымбат қайтсаң өзі істей салады ғой. Сен қызықсың. Балалар жұмыс істейді, ақша табады. Ең болмаса банкқа барып салып бір көмегіміз тисін да? Жарайды, өзің білші. Сен мына костюммен банкке барайын деп жатсың ба? Несі бар? Ақша бар. Көрсін байлардың қандай болатын. Вот именно сен байға ұқсамайсың. Неге солай сөйлейсің? Көріп жүрміз ғой байлардың қандай болатын. Кішкене кітап оқып сауатындаш. Киеміз қазір. Жейдемді кием, галстугымды тағам. Киім бар. Жарайды, онда мен жұмысқа кеттім. Ана, VIP клиенттер очередте тұрмайтын шығар? Жоқ, жүрсің. Сөйтсеңдер, есі үш жана пистолетің дайын тұрсын. Жан-жағыңа қарап жүрсің ғой қасымда. Мыналарың бәрі очередте тұрғандар ғой, Баяғыда біз де осылар сияқты очередте тұратымыз. Қазір енді бизнес, анау-мынау уақыт жоқ дегендей. Түсінетін шығар енді. Бірақ түсінбейтіндер де болады арасында. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Шотыма ақша салайын деп едім. Иә, қандай сумма? 50 миллион? Енді қалғаны үйді... 5.300.000. Бәрі сыймайды ғой мұнда. Кешіріңіз. Вип-зонада біз 50 миллионнан артық суммамен ғана жұмыс жасаймыз. Сондықтан үлкен залға шығып, кезекпен кіріңіз.
Я сол банктың алдында тұрмын ғой енді. Не істеймін мен енді? Мама, мен сізге қайтадан түсіндіріп айтып жатырмын ғой, счетым блокқа түсіп қалыпты, білмеймін қазір. Нәрсесі келтіреміз. Аға, қалайсыз? Мамашқа ауырып қалған еді, көмектесіп жібере аласыз ба? Мен сізге 10 000 теңге берсем, сіз телефоннан сол номеріне аударсаңыз. Көмектесейік. Рахмет аға. Қай жер алып қойып еді? Білмеймін, сол Паженский ғой. Енді мамаң әйел адам болсын, барлық жер Паженский болады. Конкретно қай жер? А что сіз врачсыз ба? Енді білеміз ғой, тамақ ауырса, мысалы, қойдың майын жағу керек. Бел ауырып қалса, қойдың майын жағу керек. Номер қанша еді? Номер теріп берейін. Так. Аға, ақшаңыз көп екен болсын? Ақша ғой дейсің ба, бұл 5 күндік обед, совет кетеді. Маза жоқ. Аға, асырап алыңызшы енді. Жібедім. Рахмет аға. А че не жұмыс істейсіз? Байлар жұмыс істемейді. Байлар ақша санайды. Рахмет аға. Алло. Алло, саламатсыз ба? Талғат екен? Иә? Банк қызметкері хабарласып тұр. Сіздің шотыңыздан ақша аударылайын деп жатыр екен. Бұл сіз бе? Жоқ, мен ешкімге ақша аударып жатқан жоқпын. Онда бұл операцияны тоқтату керек қой, дұрыс па? Әрине, тоқтатыңыздар. Қазір сіздің телефоныңызға смс-код келеді, соны айтып жіберіңіз. Иә, жарайды. 5 миллион 300 мың теңге ғой? Жоқ, 5 миллион 336 мың теңге. Иә, дұрыс. Код келді ме? Келді. 0306. Аха. Рахмет сізге, күніңіз сәтті өтсін. Осылай жұмыс істеу керек. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Сау болыңыз. Ақшаны банкке сақтамай, үйде сақтау керек ғой бұрынғыдай. 80. Мынау несі? Ақша қайда? Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмын. Алло, жаңа сендер хабарластыңдар. Ақшамдарды қайтармапсыңдар ғой. Кешіріңіз, банктен ешкім сізге хабарласпады. Қалай хабарласпадыңдар, жаңа хабарласып, менен код сұрандар. Мен сендерге айттым 0306 деп. Код сұраса, аға, онда ол мошенник болуы мүмкін. Сізді алдап кеткен сияқты. Полицияға хабарласып, арыз жазыңыз. Кім? Қандай мошенник? Қалай алдайды? Алло. Ой, сен келіп қойыпсың ғой. Жаңана өзіміздің хозяинды тағы да көрдім. Ойбай, судың ақшасын төлемепсіңдер дейді. Жыным келіп кетті. 10 000 теңгені аударып жібердім. Енді біздің мазамызды алмаңызшы деп айтып тастадым. Қатты айтып тастадың ба? Сұмдық айттым. Ренжіген шығар. Ренжімесе одан ары. Сондағысы бір 7 000 теңге. Значит, керек емес дедім де бұрылып кеттім. Осы қолың ақша десе, қайтя немесе даңдайып кетесің, шіреніп, адамдармен былай жұмсақ сөйлеспейсің ба? Мәдениет деген болу керек қой адамда. Мынаған не болды? Талғат, айтпақшы, ақшаны салдың ба? Иә, ақшаны, салдым. Дұрыс болды. Енді ақырында үй қарай берейік. Үй қарайым дейсің бе? Иә, не ғой, оны қарағанда ақшаның несі ұрлап кетті. Не дейсің? Түсінбедім. Өзім де түсінбей қалдым, қалай алданып қалғанды. Талғат, сен сонда балалардың жинаған ақшасын жоғалтып алдың ба? Жоғалтып алатын, мен жас бала емеспін ғой. Ұрлатып алдым дей мошенниктерге 0306. Ол не? Код. Енді қайттық. Қымбатқа звондайық срочно. Катя, тоқта, звондамасын. Отыршы, қызға айтуға болмайды деймін. Екеуміз бүлдірдік па, екеуміз бір шешімін тауымыз керек. Екеуміздің не айтып тұрған? Менің қандай қатысым бар? Сен ғой бүлдірген. Талғат,
үнемі сен сөйтесің ғой, үнемі бар ғой осы ғой. Ей, ана мошенниктарды таба алмаймыз біз. Құдайым-ай, Я сабыр сақта сен. Мен әдейі істеген жоқпын ғой. Ойнанайықшы. Так. О, Менде бір идея бар. Ол идеямды кинотеатрда айтып берем. Ал сен алаяқ болмай, цифрлық қарақшылық жасағың келмесе, киноға адам құсап келіп көруге шақырамыз. Байқа! Алаяқ желіде тұр көп. Қоңырау келсе басыңды қосып, ойлап көр. Қауіпсіздік деп пысасақ, бол жаным бір SMS, бір өмірлік сабақ қабылда анығын. Түнде банк боп біреу хабарласар, дауысы сенімді, сөзі жарасады. Шотыңызда күмәнді әрекет бар дейді, ал сенің жүйкеңді солай бірден сындырады. Тез уақыт жоқ, сөйлеспе ешкіммен, манипуляция олардың ескі тәсілінен. Сосын ең қауіпті сөйлемін тастайды, ханым мырза кодты жіберіңіз, міне бастайды. Байқа! Алаяқ, код сұраса тоқта. Алаяқ, шотым бұзылды десе шокта. Алаяқ, қызметті деп сөйлесе қаттан, тексер өзің әйтпесе кетесің тақ. Алаяқ, бір басқан линк қақпан. Алаяқ, ақша жібер деген алдан, кодта жоқ, копияда жоқ беретін. Сақтық сенің ең мықты паролың. WhatsApp'та досын жазып тұрады, көмектесші тез керек деп пысады. Мен қазір қиын жағдайдамын дейді, де қарызға ақша жіберші деп қыш қылады. Профиль сол сияқты, аты да таныс, бірақ мәтін суық, бір түрлі алыстап таныс. Каспиға аудар, чекті лақтыр деп тексеріп ал, қоңырау шал, міне нағыз антивирус кеп. Саған қары жеңілесі инвестиция ұсынса, пин айт, CVV бер десе миың оянса. Жалған сайт, фейк қолдау, жалған оператор, шын қауіпсіздік сенің өз ережең, өз протокол. Байқа! Алаяқ, код сұраса тоқта. Алаяқ, шотым бұзылды десе шокта. Алаяқ, біздікі деп сөйлесе қаттан, тексер өзің айтпесе кетесің тағы. Алаяқ, бір басқан линк қақпан. Алаяқ, ақша жібер деген алдан, кодта жоқ, копияда жоқ беретін. Сақтық сенің ең мықты паролың. Ең басты заң, код жеке құпия, сатылмайды ешқашан. Күмән туса банкке өзің хабарлас, сонда ғана алаяққа жол жоқ, досым түсін жарас.